Өкінішке орай халық сондай бір жаман пиғылмен бірден ойлайды. Осы коррупцияға жақын, оны жаңағы алдын ала дайындаған деп, оның барлығы енді шындыққа жанаспайды әрине. Оны бірнеше жағы бар. Біріншіден, мен Оралдан келдім, Нұр-Сұлтан қаласына. Оралда 2 жыл жұмыс жасадым. Осында келгенде енді пәтер болмағандықтан отбасылық құрамымызда 7 адам тұрамыз. 2 ата-анам зейнеткер, 40 жылдай дәрігер қызметін атқарып, зейнетке шыққан азаматтар. 3 балам бар, олар менің жаңағы асырауымда. Әйелім жұмыс жасамайды, сол жалғыз отбасылық асыраушы өзім болғандықтан ипотекаға, қарызға үй сатып алған болатынбыз. Енді ипотека болғандықтан қарызды ай сайын төлеп тұрамыз, бірақ ол үй әлі біткен жоқ, оған көшіп те алған жоқпыз. Сол ипотекаға алған үйге олар әр адамға сондай бір лотерея береді екен, үй алған кезде. Сол лотереяны алып, енді ешқандай ойда жоқ. Сол өткен сенбі күні осындай ойын болады дегеннен кейін жаңағы 2,5 мың адам жиналған Тәуелсіздік сарайына бардық. Енді аяғына дейін күттік, оның ішінде бір 80-дей әртүрлі жаңағы холодильник, телевизор сондайлар ойнатылды. Біздің нөмір шықпайды, сосын мен жолдасыма айттым. Енді нөміріміз шықпады, бізге бұйырмаған ешнәрсе, үйге жүре берейік. Өйткені 2,5 мың адам қазір залдан шыққанда, ана киімге кезек болады, сол киімімізді алдын ала алып, сыртқа шыға берейік деп айттым. Сонымен сыртқа шығып, киімімізді алып, енді ана қарасақ экран тұр екен, экранға тоқтап айттым, енді соңына дейін күте салайық, мүмкін бір пәтерді кім ұтады екен, көрейік деп. Сосын жаңағы ол ұтыс өте ашық, 2,5 мың адамның көзінше, мына прозрачный дейді ғой, көзге көрініп тұратын жаңағы қораптың ішінде әркім өзінің билетін салған. 2,5 мың билет бар. Сол билеттерді, номерларды сол ұтысқа келген концерт көрсетіп жатқан актерлар өздері қолын сұғып, сол номерді өздері шығарады. Ол жаңағы барабан ретінде айналып отырады, араласып отырады. Мысалы, Қайрат Нұртас шетелге жаңағы демалуға путевканы өз қолымен шығарды, номерді қараған жоқ, жаңағы барабаннан шығарды. Шығарғанда, мысалы, ұтқан адам жаңағы залдан шығып, өзін жаңағы призін алып кетіп жатты. Роза Рымбаева шығып өлең айтты да, жаңағы қолын сұғып, ол кісі де бір қарамай, жаңағы бір кез келген билетті шығарды. Ол кісі де сол мәшиненің ұтысына ие болды. Енді пәтердің тұсына келгенде Иванушки Интернешнл деген Россияның бір тобы бар, әртістер. Солар келіп жаңағы өнерін көрсетті де, енді соларға айтты, сіздер қолдарыңызды сұғып, жаңағы барабан ішіне номерді шығарыңыздар. Сонымен жаңағы Кирилл деген әнші жаңағы барабанға қарамай, бәрі видеосы басынан аяғына дейін оның жазылған видеосы бар, оны кез келген адам тексерсе болады. Сосын жаңағы әншілермен де сөйлессе болады, ол қалай. Ол жаңағы қолын сұғып қарамай шығарды, шығарған кезде ол менің нөмірім болып қалды. Сонымен енді сәті түскен екен деп жаңағы сахнаға шығып, жаңағы ұтысты алғанымыз рас. Ол бір жағы. Екінші жағы ол енді бір бөлмелі пәтер. Ол пәтерді маған қазір бермейтін болды. Өйткені менің жаңағы бұдан алдын қалған ипотека қалған пәтерімнің қарызы бар. Оны мен ай сайын жаңа айтып отырмын ғой, зарплатамнан, айлығымнан төлеп тұрам. Сол қарызды олар жаңағы пәтердің бағасымен төмендетіп, ол төмендеткеннің өзінде біраз қарыз қаралады, оны мен енді аймамай бір 10 жылға, 15 жылға созып, оны төлейтін боламын енді. Сол сияқты енді түсіндірмей халыққа солай бермесең, әркім әртүрлі ойлайды ғой енді. Біреу жаңа алдын ала келісті, біреу үйтті, жаңағы оны жемқорлыққа да балап жатқан. Құдай сақтасын деп отырмыз, өзімізде қарапайым отбасынан шыққан азаматпыз ғой. Өз еңбегімізбен осылай екібастұз Павлодар облысында жұмыс істеп келдім, Оралда істедім. Енді осы Нұр-Сұлтан қаласында жұмыс атқарып жатырмыз енді. Бұл қарызды жабуға, әйтпесем бұл артық пәтер былай біреуде ойлайды, артық пәтер біреуге бере салмай ма деп. Бізде енді отбасымыз бар, 7 мүшеміз бар. Әке-шешем зейнеткер, мысалы, асырауымда балаларым бар, енді оның өмірлік жағдайды қарау керек.